Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай эклер жасаймыз. Плитаға асты қалың кастрюльді қойып, оған суымызды құйып, және сүтімізді құямыз да, сұйық майды құйып, үстіне шекермен кішкене тұзды салып араластырамыз. Оттың астын қосып, қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан кейін үстіне ұн саламыз. Ұн салып, жақсылап араластырамыз. Осылай тоқтатпай араластырып тұрамыз. Кастрюльге асты жабысады. Қамырымыздың уже дайын болған білінеді. Осылай домаланып, уже дайын болып тұрады қамыр. Сосын оттан түсіріп, басқа ыдысқа салып суытып аламыз. Қамырымыз суып болған соң, жұмыртқамызды біртіндеп салып, немесе блендермен, немесе қолмен осылай араластырып алсаңыз болады. Барлық жұмыртқаны салып араластырып болған соң, біз кондитерский мешокқа салып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша отсадка жасаймыз. Духовкада 200 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің эклеріміз дайын болды. Енді біз креміне кірісеміз. Креміне асты қалың кастрюльге осындай сүтті құямыз, және бір жұмыртқаны саламыз, кукурузный крахмалды саламыз, және кішкене ванилин салып, оны плитаға қоямыз. Плитада жақсылап араластырып, қоймалжың күйге айналдырамыз. Оны басқа ыдысқа құйып алып, бөлме температурасында суытамыз да, үстіне бөлме температурасындағы майды саламыз. Майдан соң үстіне сгущенка салып, барлығын блендермен араластырып, крем жасап аламыз. Енді біз кремді кондитерский мешокқа салып дайындап қоямыз. Енді осы креммен эклерімізді толтырып шығамыз. Міне эклеріміз дайын болды. Қалауларыңыз сахарный пудра сепсеңіздер болады, немесе шоколад жақсаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кеттіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.